Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен тағы да мен. Бүгін мамырдың 1-і. Бүгін мереке, Қазақстан Республикасының халықтар достығы күні. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Біздегі қорадағы жаңалықтар. Алдында айтқандай, балапандарды кең жерге көшірем дегенмін. Бүгін сол дайындаған орынды көрсетейін деп шештім. Мына жерде инкубатордан екінші рет шығарған балапандарым, 57 балапан. Бәрі аман есен, Аллаға шүкір, өсіп келе жатыр. Бұлар алдында білесіздер, инкубатордан шыққасын. Bir айға дейін қолдан жасалған брудер дейді ғой, сондайдың ішінде тұрды. Ол жер өте тар болғандықтан орын дайындап осылай көшіру керек болды, и көшірдім. Брудерде тұрғанда бұлар ішін тез былғап тастайтын тұғын, өйткені оның іші өте тар, тамақ жейтіні, су ішетіні бар, бәрі бір жерде болды. Сондықтан іші тез бұлғанып кетті. Ал мұнда келгелі бәрі жақсы. Настроениелері де жақсы. Ішінде емін-еркін қимылдап, айтқанда шауып жүр ғой бәрі. Уже балапандардың қайсысы қораз, қайсысы мекен екені белгілі болды. Біреулер айтады ғой, видеода қарасаң қанатынан білуге болады, немесе аяғынан білуге болады деп. Негізі мен түсінгенім, қанатының аяғына қарап қажет жоқ екен. Өзі балапан 1 айдан асқасын өзі көрінеді екен ғой, қайсысы қораз, қайсысы мекен екен. Мысалға, мынау жүрген қораз бізде. Мен өзім тани бастадым уже. Мынау жүрген екеуі, мынау мен анау кеткен екеуі. Олар тауық, мынау қораз міне, мынау тауық мекен, мынау мекен, мынау мекен. Бұлай бір қарағанда уже қарап біле беруге болады екен. Көреміз енді. Примерно айтып жатқаным ғой, өсе келе белгілі болады ғой бәрі нақты. Жалпы балапандарды ұстағалы бері кішкене мен де түсініп келе жатыр. Қалай жатыруға болатын. Осындай қолдан істелген су ішетін, сол баяғы, и сол баяғы брудерде тұрған осындай жем салғыш. Осылай төбелесетін болды бұлар бір-бірімен. Төбелескенде қатты төбелеседі кәдімгідей, үлкен тауықтар сияқты. Аямай шұқиды бір-бірін. Бұлардың жемдері қазір стартпен бидайдың майдаланған араластырып беріп жатырмын қазір. Арасында шөп шалаң берем, сәбіз, пияз турап берем, капуста турап берем. Атак негізгі жемі сол стартпен бидайдың майдаланғаны екеуі. Бірге бір қосып берем ғой, примерно стартта бидайға. Мына жер әлі толық дайын емес, астын көтеріп топырақ төсеп қойдық. Енді ішіне стяжка құю керек. Стяжканың астына мен плита салам тоже. Чтоб қыста жылы болғандай, астына су өтпегендей. Сосын ішін толықтай андай тауыққа қонағын бәрін жасаймын ғой деп. Пока осында уақытша қонақ істеп қойдым, оған шықпайды негізі, қазір жерде жатады, білмеймін неге екен. Екшеуі сол қонақтың үстінде тұрады, қалғанын бәрі жерде. Жерде отырады, бәрі бір жерге топтасып. Бұл балапандар уже 1 айдан асты. 1 айдан асып, 2-ші айға кетіп бара жатыр. Іште 2 апталық балапандар бар. Қазір соларды тоже көрсетемін.
бізде қораның ішінен осындай бөліп есік шығарып қойдық. Кучинский тауықтар осының ішінде тұратын болады, в общем, қыста. Ал мынау менің негізгі бірінші салынған тауық қорам. Мұнда үлкен тауықтар отыр қазір. Ішіне біреу жатып алыпты. Мына жерге біреу жатып алыпты. Мынау құрық болғысы келіп жүр, бірақ жатқызып тұрғызып жіберіп жатырмын өзім. Өйткені инкубатордан шығарған балапан өте көп, пока соларды жетілдіріп алсам да сол жеткілікті. Биылға көреміз енді. Тұрмай отырып жатса, қоймай жатса, может жатқызатын шығармын. Мына жердің бәрі бос. Мұның алдында ішінде майда балапандар тұрған. Бұрын видеомды көрген кісілер біледі. Аның ішіне өткенде есігін ашып қойғам ғой. İçine tavuk kırıp бүлдіріп тастапты ішін бәрін. Ал мында бізде 2 апталық балапандарым шығарған. Оларға 2 апта болды. Кеше кішкене бір іш өтіп, боқтарының арасынан қызыл не шыққан болатын. Дұрыс емес пе, в общем. Сонымен дәрісін бәрін бердім. Іш өтуге қарсы откокцидиоза дейді ғой орысша. Сондай дәрісін бердім. Бірақ жемін бәрін нормально жеп жатыр. Менде алдында мынандай сетка болған жоқ, осы жақында істедім 1-2 күн бұрын. Мынау деген өте дұрыс екен. Өйткені балапандардың аяғы құрғақ жүреді. Су төгілсе де, в общем, бүлдірсе де бәрі астына кетеді. И оңай тазалап салуға да жақсы. Бұл астыңғы қатарда менде тек кучинский балапандарды қалдырдым. Санын білмеймін негізі нақты. Қанша екен санаған да жоқпын. Санаған дұрыс емес дейді ғой негізі. Ал мында бізде брамалар бар. Палевая дейді ғой. Палевая брама деген балапанның 5-еуі бар. И үйдегі тауықтардың балапандары араластырып брамаға қосып қойдым. Біздегі брама өз көрініп тұрғым, осы балапандар брама. 6 жұмыртқа салдым, 6-ауынан 5-еу шықты. Қайсысы мекен, қайсысы қораз екені пока белгісіз. Бәрі настроениесі жақсы. Ау жаным. Балам келіп тұр. Папа деп. Ау. Қорықпайсың ба? Кел, көрсетем балапан. Кел, кір. Басында балапаннан қатты қорқатын еді, қазір кішкене жақындап. Қызық болып жүр. Какатай бебе ма? Иә, кішкентай ғой, бөпелер ғой. Болды жап есікті. Жалпы жағдай осындай бізде. Балапан етін жабама? Сырттағы балапандар, олар уже далаға жайылып үйренді. Далада жүр, шығарып. Ешқандай ауырып, ештеңе болып жатқан жоқ, осы 1 аптадай болып қалды. Далаға шығарып үйретіп жатыр. Ол менде тауықтың астынан шыққан балапандар. Мына кучинский қораз. Уже белгілі қораз екен. Көріп тұр. Мына кучинский мекен. Мұнда барковская барвистая деген тұқым. 2-еуі қораз, 3 тауық.
мына кучинский тауық. Мынау мекендері бұлар. Қораз мекені көрініп тұр, айқын көрініп тұр ғой. Жалпы жаңалық болса амандықта кездескенше сау саламат болыңыздар.